Бізде қазір мынау Жәнібек Әлімханұлы бойдың алдында қанды жаңағы бір запрещенный предметтер табылды деп не қылып жатыр. Оны мен пікірімше, мен күмәнімше ол тек қана биліктің тірлігі. Тек қана биліктің тірлігі. Ол баяғыдан қазақтарды құртып келе жатыр, Қазақстанды құртып келе жатыр. Баяғыда айтқам жаңағы қанша спортсменді Мұстафа Өзтүрікті өлтірді. Делосын засекреттеп тастады. Енді өтіріктен жуып шайып үшін ана қызы жаңағы қызын Германияда тұрады ғой, бір нәрсе айтып қоймасын деп сен шақырып өтіріктен жаңағы не қылып алдап солдап сойқа барып анау актер Тоқаевты әбден мақтаған, туған күніне оған картина подарить еткен кейін сөйтіп сол актерді жіберіп сөйтіп жуып шайып жатыр. Өте көп ондай мәселелер. Енді мына Жәнібек Әлімханұлы туралы айтатын деген, ол біріншіден мынау мен ойымша өзбектер бізді билеп жатқан. Ресей, Өзбек, Қытай. Енді Қытай бұндай тонкістерге, жаңа спортқа, майда шүлеге кіріспейді. Тек қана мынау өзбектер бізбен не қылып отырған, шодиып біздің билікті мүмкей төбімен сатып алған, анау жаңағы кеңкелестер мәз болып не қылып жүр, әркімге не қылып. Енді сөйтіп Жәнібек Әлімханұлы жаңа өзбектерінкінен ең бірінші шығып кетіп атағы болып жаңағы әбден қазақи, қазақский стиль немене дегеннен кейін оны мен ойынша салып жер тамағында қасында жүрген адам, қасында інісі енді өмірде салмайды, енді көп ондай немелер. Баяғыда есте болсаңыздар, мынау енді қазір сол не қылып атты, өтіріктен замминистр жаңағы спорты деймі, о біз бүйтеміз, запрос жасаймыз, бүйтеміз ал дейді. Оның үстіне мынау қазіргі мынау Өмірзақов деймі, заслуженный мастер спорта дейді, содан интервьюге міне Майыруға шығап қойды. Ой, ол бетте ешкім төбелеспейді, ол өкінішті, ол біреу айтқан болу керек, мынау 12 раунд шыдай алмайды, сен бет іш деп, түсіндің бе? Осылай құртып жатыр. Баяғыда мынау өзбектің боксерларға подсудить еткенде, мына комментаторлар дереу жазып шығады. Я казах, я признаю, что казах проиграл, это он лучше был узбек деп әтей жазып шығады. Соған миллиондаған лайк қойып қояды, сен үстіне шығарып қояды. Сондай сияқты. Білесіздер ме? Мынау қазір Жәнібек Әлімханұлы өте обал болды. Қазақский стиль деп өмірде ол ішпейді ондайды. Ешқашан. Уже қанша не қылып, осындай бойдың алдында кім ішеді? Ол бәрі белгілі ғой, что. Мына қазір пост тұр, немнен тексереді қаныңды. Сен анау арақ ішіп ал, бір бутылка дегендей. Кім ішеді оны? Вот соны әтей істеп қойып, қазір жуып шайып жатыр. Еще ол мысалы рас болса да, оны айтқызбау керек. Мысалы қаяқтан тауып ат, баяғыда жайына дейді, тренер дейді. Өмірзақ дейтін біреуді. Көріңіздер ма, жуып шайып атыр. Ол біздің қазақ халқын жау, қазақ спортсмен жау, ең бірінші билік. Оларға мынау Головкин керек. Сөйтіп мынау не қылатын. Қазақ емес, қазақтың қолынан келмейді, тек қана Головкин деп. Головкин баяғыда қазақ ел үйсенімді шығарып жерген картаны, сойынды орнына өзбекті алған. Мастер спортын, немнен федерация спорттың басына бір ұйғырды қойып қойған. Баяғыда біздің жерде Өзбекстанға кім беріп жүрген? Юсупов. Мен оны национальный не алып атқан жоқ, мен шындықты айтып жатырмын. Обал Жәнібек Әлімханұлы. Баяғы осының алдындағы Айдос Ербосынұлы қазақша бөр киіп, не қылып, қазақпы деп жүреді. Оны да подставить етті жаңағы, ослабить еткізіп бойдың алдында. Сөйтіп телевизорда, Қазақстан телевидениеде көрсетіп жатыр. Анау уже не қылған екен, анау кубинец бұрған екен, ұшып кеткен екен. Қуан тамаша деп айқайлап жатыр. Біздің комментатор, қазақтың комментатор, өзі білмей қалды айтып жерген. Датау манкут қылып жерген, шайтан бит бастарын не қылып жерген ба? Сөйт не қылған. Соны қазір көрсетіңші маған, дәлелін, сол бойды. Жоқ, ішкерді. YouTube ішкерді, басқалардың бәрікі бар, ол жоқ. Сол үшін құртып жатыр. Баяғыда ол тұрмақ мынау спорт, Барыс дейтін хоккейный клуб, Талғат Жайлауов дейтін хоккейист болады. Қазақ өте шустрый, бет орыстарға гол кіріп жүреді, российский клубтармен ойнады ғой. Оны біздің ботты қарсы алып атқан сияқты аэропортта. Бет он шақты адам кеп көтеріп, мақтаған көтерді, қолын алып тастады, тарс етіп құлады. Оған не дейсіздер? Травма ма, содан кейін болған жоқ. Тағы да российский клуб, тағы да анау российский клубтар жеңіп келетіреді, финский тренер болған. Лара Сенін деймі? Дереу оны алып тастады. Актер болсын, бірақ бірінші шықпасын. Популярны болмасын. Қазақтардың бізден жақсы ешкім болмасын. Ертең мына қазақ халқы олар жақсы, солардың артынан барады. Тек екі ойлы. Біріншіден ана өзбектер бізді править етіп жатыр. Ішкі немнеге кіріп, сөйтіп ішінен бүйтіп жаңағы немнесі бар. Өзбек болғанда мен өзбек халқын еш нәрсе деп жатқан жоқ. Ішіндегі анау әр халықтың өз негодайлары бар ғой. Бизнесмендер, халқы, өзбек халқы қиналып қан сүйіп жүргенде, олар жаңағы әртүрлі жаңағы көмектесетін орнына
Олар тек қана өз басын ойлап жүріп, миллиардер болып отыр. Қазақстанды мысалы тонап, Шодиев дейтін. Ибрагимов дейді. Басқалар. Солардың біздің билік, солардың кешіңіздер бір шестеркасы болып жүр. Не дейді, соны айтады. Мен айтпаймын ғой, талай мен орыстарға қарсы бір нәрсе десең, орыстар жібереді прессовать етуге артымыздан көшеде. Өзбектер қылса, өзбектер ме бір бар жібереді, олармен алысып төбелесіп артеуін не қыламыз. Сол біздің немнесі. Жәнібек Әлімханұлы ешқашан ол ішпеген, не қылмаған. Мына Өмірзақов дейді оңбағанға, мен айтайын дедім, ол тренер болған екен, бір какой-то мастер спорта. Мастер спорта қазір бір 100 000 теңге берсең, саған береді мастер спорта. Мен пікірімше. Ол кім ол сөзі? Ондай мысалы рас болса да айтпау керек қой. Ал специально сөйтеді. Мысалы мынау Ербосынұлында жағы жеңіткісті артынша жуып шаяды. Қалай айтса? Оның магазинде бір нәрсесі бар. Қорқақ видимо, душасы. Басына не қойған қысып. Мен пост шығарып, қазақтарды мынау Қазақстанның билігі қысқан екен, сол үшін орысша сөйлеп жатыр. Мына шетелде қазақтар, Қытайда, Монголия, Иранда қазақтарына қазақша сөйлейді. Олар ешқашан басқа тілінде өзіне сөйлемейді деді. Дереу қараптан қарап пост шығарып жатыр. Осы Ербосынұлы, видеосы жоқ. Мен таңғаламын, осы Қытайда келе жатырмын. Қытайлар, қазақтар сол жерде ана тілінде сөйлемейді деп. Қараптан қарап, мен постына не қылып жатқан. Осындай шестерка немелермен сөйтіп өздері не қылып жатқаны. Видеосы жоқ, немне жоқ. Баяғы Арман Оспановты попутниктен ұтқызды. Алдында Арман Оспанов бәрін ұтып келе жатқанда үй жоқ, жай жоқ, 5-6 қызы бар еді уже. Не қылып жатқан жоқ. Көмек бермейді. Қалай попутник ұтқызды көріңдер. Қолында жаралар, немелер, оның бәрі шайтан арқылы істейді олар. Біздің билік шайтанның немнесі болып тұр ғой. Маған талайды істеген. Важный немне астында температураны көтеріп жібереді. Давлениені көтеріп, әлсіреп қаласың. Сөйтіп бойын алдында әлсіретіп, и оның үстінен ұтқызады. Не қылып? Шық деп ұтылып еді. Бұрында бір тиын бермейді дейді. Шымкенттің әкі 4 бөлмелі квартира берді. Егенбердиев анау Рогозиннің бір орысы бар еді, немнесінен. Одан ұтылып еді, оған бір тиын бермейді дейді. Оспанов болған видеоны көз шығарғам. Қомақты ақша берген. Ұтылған екен, Арман Оспановқа да ұтылған екен. Полпутник Путин любимчигінен. И Егенбердиев российский Рогозин деймі, сонда немнен ұтылған екен беріп отыр. Одан кейін не үміт не қайыр. Анау Мұстафа Өзтүркті өлтірді. Қанат Исламды нағыз қазақ, дерзкий, удары нокаут үйрететін, олимпиадаға жібермей қойды. Сол нағыда біздің өңкей жалтақ қылып қойған боксерлар. Сәл не қылса біреуге жеңсе батып құшақтайды, брат, ол дерзкий, знаете, казах какие мы дегенде сондай қазақ бол, Қанат. Соны не қылып жерген. Мынаны көріп жатсыздар ғой, жағы анау теннисистка аты кім еді фамилиясы? Рыбакина. Асты үстіне кіріп жағы анау Назарбаевпен жағы Тоқаевтың кімі жағы кошелегі білет. Утемуратов. Алдынан кіріп жағы артын немнесінен шығып, қайдағы бір немнені $1,000,000 қылады еді. Ол жеркент даже Қазақстанның артынан олимпиадаға да шыққан жоқ. Қазақстан бір туымен де шыққан жоқ. Оған $1,000,000 болған. Міне не қылып жатқан. Сол үшін мынау Жәнібек Әлімханұлы ешқашан не қылмаған. Ақымақ емес ол. Ол күшті боксер. Ол жеңген баяғыда анау өзбекский Беккулиев деймі, Тикулиев деймі, нокаутқа қатты жіберген. Сол қазақ асып кетпесін деп артынан Ербосынұлы не қылды. Енді мына жерде уже көріп тұр. Мынаны жеңсе, уже шығады қазақтардың аты. Мына нокаут білді. Бұл да көбейінсіз қой. Алдында анау Ербосынұлы анандай иттей қылып жеңіткізі асылайып кетті. енді мына жерде мынандай қылып жатыр. Тек қана мынау билік істеп жатқан. Біліп көріп жатсыздар, мен басынан өтіп жатырмын ғой. Қазақ тілінен қандай не қылсаң прессовать етеді. 24-ші какой-то мектептің жағы мектеп немнесіне қанша бұқыр қырылысып не қылып, бұл как будто бір Россияда тұрып, өз қазақ тілін продвигать еткен деп отыр. Бұл Қазақстанда болып жатыр. Содан кейін не үміт не қайыр. Жәнібек Әлімханұлы поддержка беру керек. Оған мен ойламаймын оның ішіндегі. Нет, оған явно бір тамағына қосып жерген, басқасы сусына ма, қасында адамдар сөйтіп. Қазір мысалы дереу Шавкат Арахмоновты. Қазақтың байлығы қазақтың халқында болу керек деді. Ұзатпай артынша авария болды әйелінде. Құдай сақтап әйел тірі қалды, қасында қайтыс болды. Сөйтіп бет ұстап тұрады. Уголовное дело прекратить етті. Бет ұстап тұрады. Сәл не қылсаң, не қылады. Кім өзін жағы аренда беріп тұрған немне? Утемуратов Рыбакинаны қолпаштап жүрген, $1,000,000 тастап жүрген, сол спорт залында жүреді. Сол әтейі жағы Асетин Дрожжов деймі, фамилиясы, тренер. Соны қойып қойған. Қатар сәл не қылмаса, мынау жағы немнен арқасында, Асетин тренер арқасында ұтып атты деп. Айтса ол ет жоқ, нөл ол.
Өткенде көрдіңдер ғой Асау Алмағаевқа қалай алдап әтей бүйтіп жатыр. Сен жеңіп жатсың, бүйтіп жатсың, сөйтіп жатсың деп әтей. Ол өйткені кейін бүйтіп ақырындақ не қылады ғой жеңіп жатқан. Ол наоборот, ты проигрыш, мне вот это надо забрать, вырвать, там бить, сөйтіп жоқ, әсен сөздер. Вперед иди, выиграй дегенде сөз. Оның бәрін әтей сол мынау қастандыққа қазақ тілге қазақтың батырларына, қазақтың осындай Жәнібек Әлімханұлы да не қылды, Шавкат Рахмоновты да сөйтеді. Осыдан көресіңдер. Шавкат Рахмоновты да сөйтіп не қылады. Мына Шавкат Рахмоновты баяғыда ол қазақ емес, өзбек деп жүргендер барлығы жағы мына Қазақстанның жағы боттар, акимат, КМБ, ФСБ, немнелер, полицияның боттары. Түсіндіңіз ба? Немне Сабыр Рахимов ол қазақ емес, өзбек деп жүрген баяғыда олды да жағы өңке біздіңкілер. Оны өзбектер жазған. Енді мынау тарихта біздің ақыры өзбектерді жағы олар ішінде кауыты Найман, арғында мынау Аяқабы Алтын Орданың ішінде олар править етті. Өзбек ханды да өзбек қылып жүрген мынау фильмге нақ қарсы болды мына Жошы хан Тоқаев қойсын деп келді. Онда да өзбек сияқты біреуді қойып қойған. Түсіндіңіз ба? А өзбек хан түбі ол қазақ. Түбі емес ол қазақ. Ол Жошы ханның немересі. Батуханнан келетқан. И өзбекский ханство деген қазақтар екі бөлінген. Мысалы Найман мен Арғын бөлінсе, мынау немене. Олар өзбектер айтады, мен Найман дейтін атын берші десе, сөйтіп Найман болып кетсе, сонда Наймандар да өзбек болып кеткені ме? Бұл национальный вопрос емес, мынау әділеттікке не қылып жатырмын мен. Бұл жерге ешқандай өзбек халықтың қазақ ешқандай қатынасы жоқ. Билікте отырған біздің сатқын биліктер, әбден сатқын көздеріне жетіп жатыр. Бізді ақмақ қылып, бетіп мышиный возня не қылып биліктен не қылып жатқан. И мынау өзбектің предпринимательдер білген істеп жатыр мафия. Алар қорқақ. Анау жағы біріншіге мен жақсы ол деп не етсе де қорқытып не қылып кетеді, соны айтқан істейді. Онкей трусливый, онкей подхалим, он жүзді немелерді отырсып қойған, и басқа не қылып қойған, ішіндегі смотрящийлер қойып қойған, скляр, міляр, тағы басқалар сияқты. Сөйтіп демей отырады олар, деп мынау бізде погод жасап жатқан мафия. Мынау Шодиев, Чхай, баяғы немелер Ким, Ни, Ресейдің предпринимательдер, Ресейдің билігі, өзбектің билігі бір жағынан. Вот солар жасап жатыр. Сол үшін мен айтайын деген, мынау Жәнібек Әлімханұлы поддержка беріңдер. Ол қалай болса да, он жерден, мен ойлаймын, ол шығады ішінен сөйтіп. Нақты десеңдер, наверняка олар жағы. Кейбір отвлекающий маневр жасайды, якобы оны жағы бір немнеге қатыспаңдар, ақша тікпеңдер деп не. Ол емес, олардың қолынан ондайға келмейді. Ол явно, видимо, табылған, оған тамаққана бір жеріне қосып кеткен. Осы мен пікіріме, көз қарасыма, мен күмәніме өздерінің пікірлерін жазсаң да болады. Бірақ енді мынау масқара, мынау билік деген түбі біз почти жоқпыз. Түсіндіңіз ба? Двойной немелер, финансовый потоктар, басқасы басқа, бюджет ақшасын жағы, нацфонд ақша бар ма жоқты, қанша кетті, қанша қалды, ешкім білмейді. Назарбаевты отырықтен кабуттасы не қылып жатқан, Назарбаев біздің ақшамызда самолетпен лишний ұшып жүр, охранда біздің ақшамызда. До сих пор сонда не қылып жүр. Жақсы, рахмет.